Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен самсаны морозильникте қалай дұрыс қатырудың жолын үйренетін боламыз. Бұл самсаны асқабақ қосып жасаймын. Керек заттардың барлығының мөлшері описаниеда болады. Асқабақ пен пиязды кубиктеп турап аламыз. Үстіне фаршты қосамыз. Қара бұрыш қосамыз. Тұз саламыз татымына қарай. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Самсаның қамырын алып, жайып, өз қалаған формаңызда самсаны тиесіз. Осындай тегіс тақтайды алып, бетіне азырақ ұн себеміз, самсамыз жабысып қалмау үшін. Түйген самсаларыңыздың барлығын осы тақтайдың үстіне қойып морозильникке қатырып қоя бересіз. 3-4 сағаттың ішінде осылай қатып қалады біздің самсаларымыз. Міне морозильникте қатырылған осындай самсаларды алып пакетке салып, морозильникке салып қоя саласыздар. Қалаған кездеріңізде алып, пісіріп, ыстық күйінде жей берсеңіздер болады. Қонақ шақырардан бір апта бұрын, 3-4 күн бұрын осылай жасап, морозильникке салып қойсаңыздар, қонақ келген кезде ыстық күйінде үстіне салғанға өте ыңғайлы. Морозильниктен шығарғаннан кейін сразу табаға салып, бетіне жұмыртқа жағып, 200-220 градуста пісіре бересіздер. Мінекей біздің самсаларымыз дайын. Достар, егер видео ұнаған болса, подписка жасап, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер.